Жедел хабарлама. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Енді телефон синхронды аудармашы болып көмектеседі. Бүгінге дейін екі тілде сөйлейтін бір-бірін түсінбейтін адамдарға аудармашы керек болады. Енді аудармашының орнына телефонды қолдануға болады. Бұл адамдар арасындағы коммуникацияны мүлдем басқа деңгейге шығарады. Технологиялық жаңалықтар платформасы сайт арқылы Google Translate'ті нақты режимде аудармашы ретінде пайдалануға болатынын жазды. Айқын кезет осы мақалаға сілтеме жасап отырып, телефонда аудармашы функциясын қолдану тәсілдерін түсіндірді. Күнделікті қолданатын смартфонда оңдаған қолтаңбалар орнатылған және де күн сайын олардың мүмкіндіктері жеңілдетіліп отырады. Оларды қадағалауда оңай емес. Мысалы, Android немесе iOS жүйелеріне арналған Google Translate компаниясының нақты режимге дауыс аудару мүмкіндігіне қосылды. Бұрын ағылшынша немесе хинди, испан тілдерін білмейтін, түсінбейтін адаммен сөйлесу мүмкін емес еді. Немесе мәтінді теріп, оны аударып, сұхбаттасып жатқан адамға оқыту керек болады. Енді осының бәрі жеңілдетеді. Синхронды аударма операциясы екі адам сөйлесіп тұрғанда олардың сөздерін бір-біріне аударып беретін керемет мүмкіндік. Видеомыз кеңінен таралып, қажетті жерлерге жету үшін видеомызға лайк басып, жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең ұмытпайық.